іштеріңізбен жұмыс жасауға Сіз ауызша ғана емес, жазбаша түрде жауап беріңіз бізге. Бірінші сұрақ. Ержан ғой есіңіз? Ержан мырза, бірінші сұрақ. Біздің мемлекетімізде санврачтың нұсқаулығынан конституциямыз жоғары тұра ма, тұрмай ма? Мен сізге қайталап айтайын. Ержан мырза, нақты сұраққа иә, жоқ деп жауап беріңіз. Қазіргі уақытта Жоқ. Мен қайталап сұрағымды түсінбеген боларсыз. Қазақстан Республикасының зайырлы, құқықты және тәуелсіз мемлекет екенін мойындайсыз ғой? Мойындайсыз ба? Иә, жоқ деп жауап беріңіз. Сіз мемлекеттік шенеуніксіз. Мемлекеттік шенеунік ретінде сіз бүкіл шенеунік ретінде сіз менің сұрағыма нақты жауап беруге міндетсіз, жаңа өзіңіз айттыңыз. Бірінші сұрағым, біздің Қазақстан Республикасының ата заң конституциядан артық заңды күшке ие құжат бар ма мемлекетте? бүгінгі күні мен Сұрағыма иә, жоқ деп жауап беріңіз. жауап берейін, сіз тыңдасаңызшы. Иә, жоқ. Иә, жоқ деп міне. Адина, бұл сөзді бұрмалап отыр. Иә, жоқ деп жауап беріңіз. Біздің Қазақстан Республикасында ата заңнан жоғары құжат бар ма, жоқ па? Конституция жоғарыда. Бәрекелді. Ержан мырза, екінші сұрақ. Біздің мемлекетте әртүрлі қазір халықтың үстінен нұсқаулықпен басқарып отқан санврачтың қызметі біздің конституциялық құқымыздың гаранты болып табылатын президентімізден оның міндеті жоғары ма, жоқ па? Иә, жоқ. Ержан мырза, сұрақ. Жоқ, сіз қандай нені мен қайталаймын. Ержан мырза, асықпаңыз. Мен сұрағымды қайталаймын. Қазақстан Республикасының конституциялық құқымыздың гаранты президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың міндетінен біздің мемлекетіміздің санврачның қызметі жоғары ма, төмен ба? Төмен, бәрекелді. Бұл екінші сұрағым. Үшінші сұрағым жауап береміз. Яғни, егер Қазақстан Республикасының конституциялық құқымның гаранты болып табылатын президенттен санврачтың лауазымы төмен болса, яғни оның шығарған нұсқаулығы да конституциядан төмен екен дәлелдеді, иә? Ал енді айтыңыздаршы, сол лауазымы да төмен. Оның нұсқаулықтарының ешқандай заңды күші жоқ нұсқаулықтары неге менің конституциялық құқықтарымды шектеп отыр? Қандай құқықтарыңыз шектелді? Біріншіден, кез келген қазір халыққа қызмет көрсету орталықтарында еркіндігімізді, яғни қозғалысымызды шектеп отқан мемлекеттік қызметкерлер бар. Неге жазаланбайды? Үстінен арыз шағым түсірдік. Қандай шектеп отыр? Немен шектеп отыр, айтыңызшы. Ержан мырза, сізге бұл сұрақты қоймас алдым. Мен өзімнің құқымды таныдым, және сол құқымды бұзып жатқандығын тікелей эфирде дәлелдеп, Ержан мырза сөзімді соңына шектеліп жатыр. Тікелей эфирімді қазір мен сізге көрсетемін. Дұрыс па? Оған тірелеміз қазір. Толық зерттеуден өтпеген әлі ол қабылданбаған әлі ашық приложениесін барлық жерге енгізіп тастадыңыздар. Қазір, бір минут, Адина ханым. Екіншіден, вакцина міне мәжбүрлі түрде етіп қойдыңыздар, иә? Халықтар уже мәжбүр болып жатыр жұмыстан шығуға. Мені тыңдаңыз. Мәжбүрлі түрде. Жоқ, сұрақты басқаша қоямыз. Мәселе жоқ. Ержан мырза. Сіздің таңдауыңыз бар. Біздің өзіміздің денсаулық сақтау кодексінде жазылған добровольный. Қай статья айтып еді? 77-ші бап денсаулық сақтау кодексінің 18-ші тармағында сіз қолхат жазып бас тарта аласыз. Не болмаса келісе аласыз. Бас тартқан жағдайда сіз ішкі жұмыстан шығып кетесіз. Егер сіз вакцина салдырғыңыз келмесе, сізде вакцина салдырмауға көрсеткіштер жоқ болса, онда сіз 7 күнде бір рет ПЦР тест тапсырып өзіңіздің... Ержан мырза, бір сұрақ. Осы ПЦР тесттің қазір өздеріңіз айтып отырсыздар, анық жаңағыдегі ақпаратты көздерінен. ПЦР тесттің 50% өтірік, 50% шын шығып жатыр, иә? ПЦР тесттің осындай мәліметті анықтап, зерттеген күйде анықтай отырып, сіздер қалай халықтың қалтасынан кодексте жазылған? Мысалға кез келген кәсіпорын берушілеріңіз төлейді. Айына 35 мың кетеді. Бір минут. Сіз қаулыны оқыдыңыз ба? Жұмыс берушіңіз төлейді. Жұмыс істеп жатқан орынмен Ержан мырза, сізге сұрағымды қайталайын. Жұмыс берушіңіз мойындайды. Ержан мырза, сіз қазір тоқтаңыз. тағы бір сұрақ. Неге бас тартасыздар? Неге?
қазір сіз не сонда вакцинациялауды жарнамалап отырсыз ба қазір? Бүкіл дүние жүзі Сіз вакцинациялауды жарнамалап отырсыз ба? Штамп келіп жатыр. Сіз вакцинацияны жарнамалап жатырсыз егер де ба? ондай штамп болмаса, Менің қолымда. сіз айтыңызшы. Менен бірге Қазір бір минут. больницаға барасыз ба, көресіз ба? Бір минут. Қанша адам жатқанын? Ержан мырза, Қанша адам қиналып Пневмонияны коронавируспен шатыстырмаңыз. бір минут. Ержан мырза, менің қолымда осы Нұр-Сұлтан қаласының бас санврачының 3 бұрышты печатімен, мөрімен, қолымен жазылған жаңағыдегі сұраныс хатыма жауабы бар. Сол жауабында жазылған. Казвакта вакцинаның ешқайсысы 3-ші фазадан өтпеген. Әлі 4-ші фазасы бар екен. Кім қандай заңға сүйене отырып, зерттеліп бітпеген, ешқандай зерттелу фазасынан өтпеген вакцинаны халыққа салуға кімнің құқы бар? Мен жауап берейін. Қараңыз. Бүкіл дүние жүзінде, Дүние жүзін айтпаңыз. Мен Қазақстанда тұрам, Қазақстанда айтыңыз. Тыңдаңыз. Тыңдамаймын. Қазақстан туралы айтпадым. Ержан мырза, бұл дүние жүзінде айтпаңыз маған. Қазақстанда тұрам, Қазақстан туралы айтыңыз. Я вам еще раз говорю. Айтыңыз. Мы должны вам ответить на каждый вопрос, а потом сіз маған сұрақ қойыңыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бар. Бүкіл әлем сол ұйыммен бірге. Сол жерде бұрынғы уақыттан келе жатқан мәселе бар. Вакцина 3-ші фазаның ортасына келгенде зерттелуіне адамдарға салуға рұқсат. Қазіргі уақытта бізде бүкіл әлемде пандемия болғандықтан оны тек қана Қазақстан емес, Америка, басқа мемлекеттердің барлығы осындай ортасынан бәріне салып отыр. Сіз емес, мен де салдырдым. Ол сіздің құқыңыз салдыру-салдырмау. Енді қараңыз, сізде таңдау болды, салдыру-салдырмау, қазір халыққа, Ержан мырза, қазір Конституцияны аттап өткен дәлелі сіздерге барлық ақпарат көздерінен, желілерден вакцинациялауды осы жаңағыдегі медицина қызметкерлері, мемлекет қызметкерлері жарнамалап отыр. Жарнамалаған адамдарды заң алдында жауап беру керек. Себебі менің қолымда құжат бар, зерттеуден өтпеген дүниені халыққа жарнамалауға ешкімнің құқы жоқ. Халықтың денсаулығы мен өмірі. Ержан мырза, қайталап айтам. Конституцияның 4-ші бап 4-ші тармағына сәйкес, ата заңы Қазақстан Республикасының Конституциясының 4-ші тармағына сәйкес, кез келген дүниені, халықтың өмірі мен денсаулығына әсер ететін дүниені хабарлап, керек болса, референдум жасау керек. Сондай жағдайдың барлығы болып жатқан жоқ. Күні кеше Нұр-Сұлтан қаласының суарна компаниясы халықты тізіп қойып, вакциналап жатқанын мен өз Facebook парақшама қойдым. Сол жерде ешқандай ереже орындалып жатқан жоқ. Сіз айтқандай таңдау беріліп жатқан жоқ. Халыққа түсіндірілме жұмысын айтылып жатқан жоқ. Менің қолымдағы сұраныс хатының жауабын ешкімге айтып жатқан жоқ. Бұл зерттеу өтіп жатыр. Медициналық зерттеудің объектісіне сіз айналып жатсыз. Вакцинаның нәтижесінде сіздің өміріңіз бен денсаулығыңызға мынандай әсері болуы мүмкін. Және вакцина әлі 4-ші фазадан өтпеген деген ақпараттар беріліп жатқан жоқ. Неге? Жауап беруге мұрша беріңіз. Егер сізден сұрамай мәжбүрлеп жатса, кеп арыз жазыңыздар. Қараңыз, Ержан мырза. Маған бүйтіп айтпай, қалай бүйтіп айтпайсыз? Біз зайырлы мемлекетпіз дейміз, бірақ та халықты қазір мәжбүрлеп жатқанын сіздер көздеріңізбен де құлақтарыңызбен естіп жатырсыздар. Қазір ақпарат заманы, барлығын біліп жатсыздар. Біле тұра адамдарды мәжбүрлеп жатсыздар. Сандырач айтты, өзі шығып айтты. Жаппай вакцина алу керекпіз деді. Ал егер вакцина алмасаң, сен пойызбен жүре алмайсың қазір. Оны өтірік айтпаңыз. Самолетқа кіре алмайсың. Оны алып келесіздер сіздер соған. Қазір міне қараңыз. Бүкіл адам вакцина алса, жұмыста, мысалы, бір 3-4 адам алмай қалса, оны обязательно жұмыстан шығарады. Шығарады, мәжбүрлеп жатыр. Мен сізге дәлелдеп те берем. Менің өзімнің шешемді, пенсионер кісіні, 60 жастағы кісіні мәжбүрлеп жатыр қазір жұмыста. Жұмыста мәжбүрлеп жатыр. Бір минут. Сіздер қазір бір-ақ адам ұстап аласыздар да, барып оны, сіздер барып ана жерде неше түрлі оларға салмақ саласыздар. Одан кейін ол кісіні басында шығармайды сіздердің көздеріңізше. Бірақ сіздер кеткеннен кейін шығарып жібереді. Бір минут. Ержан мырза, оның барлығы дәлелденген. Ержан мырза, сізге бір ақпарат айтайын. Америка құрама штатында осы вакцинаның әсерінен қайтыс болған, зардап шеккен адамдардың тізімін жүргізеді, жүргізіп, сол туралы халықтың алдына мәлімет беріліп отыр. Біздің мемлекетте сондай мәлімет беріліп жатыр ма? Вакцинадан зардап шеккен адамдардың статистикасын жүргізіп жатыр ма?
жоқ. Себебі Америка құрама штатында осы статистика адам болды, оның өзін жүрегі ауырады деп өзінің бір минут, Адина, Америка құрама штатында халықтың денсаулығын ойлап, осы вакцинацияның нәтижесінен бір статистикасын жүргізіп отыр. Вакцинаның кесірінен өлім тапқан, зардап шеккен адамдардың статистикасы көбейгеннен кейін вакцинациялауды тоқтатып тұр қазір. Біздің мемлекетте ол статистиканы құрып жатқан жоқ ешкім. Зардап шегіп жатқан адам, өліп кетіп жатқан адамдарға вакцинацияның нәтижесінен сал ауруымен ауырып қалған адамдарды ешкім тізімге алып жатқан жоқ. Яғни ондай статистика жоқ деген сөз. Бұл екі есе біздің мемлекеттің басшылары, медицина қызметкерлерінің халық үстінен жүргізіп жатқан жауыздығы мен қастандығы деп білеміз. Сіз сондай статистика бар ма біздің мемлекетте? Сонда соншалықты 4 миллион халыққа салынған вакцинаның бір адамға вакцинадан әсер болмады деп айтпақшысыз ба сонда? Бүгінгі күні бірінші дозамен 2 миллион 900 мың адам ғана қабылдады бірінші доза. 3 адамда дұрыс айтасыз, жаңағы әсерлер болды, бірақ тексеру нәтижесінде ол адамдарға вакцинадан емес, ол кісілердің басқа да терең ауруы бар. Сіздерде сондай сот, потому что сот сіздерге жұмыс істейді. Бізде әділдік деген жоқ. Содан кейін қалай адамның өзінің әлі, міне салып жатқан адамдардың барлығы өзінің әлі болады. Ертең өлген жағдайда. Қыздар білесіңдер ме? Қазір мен сұрағыма жауап берші қалайын балам ау. Мен бірінші топ мүгедегімін. Бәйдібек ауданынан келдім. Түркістан облысынан. Менің главврачым келіп жанында тұрып, сен жауап бере аласың ба дедім. Мен сақырмын. Басым бар, давлением бар. Мына көз көрмейді. Бірінші топ мүгедегімін. Сонда главврачым келді, маған телевизордан айтып жатыр ғой, салма деп жатыр дедім. Жоқ, апа, өлмейсіз, саласыз деді. Ал, мені ержан маған не дейсіз? Можно я отвечу? Сосын мен біткен жоқпын. Сосын ол кісі айтты, мен қандай болады дедім. Сонда маған айтты, апа, сіз өлмейсің деді. Өлмесем деді, Құдай берген жанды Құдай алар дедім. Сөйттім да мақұл деп қоймағасын, барып салғыздым. Сөйтіп, Есбол деген врачымыз соны салдыртты. Ал дедім. Ол салып болғаннан кейін мен келгеннен кейін 2 сағаттан кейін әсер берді маған. Мен 10 күн бойы жаттым, құладым. Мен құладым өзім. Айналайын не істеймін дедім. Скорый шақырайын десем, бала шағам шырылдап тұр. Ана, сен керексің деді маған. Керексің деп кішкентай қызыма шейін шырылдағаннан кейін мен дәрі-дәрмегімді ішіп парастамол, сол парастамолды іше бер деді маған. Сол парастамолды ішіп, сонымен жатып. Енді сол жауап берейін сізге. Бірінші топтағы салдырдым. Апа, 1 минут енді. Қазір мен сіздің бүкіл ақпараттарды жазып алып, бүгін кешке дейін, қазір мен сізді жібермеймін. Бүгін кешке дейін мен бұл ақпарат бойынша мен сізге толық жауап берем. Жаңағы мүгедек адамға вакцина салдырған. Дайте мне поддать. Жоқ, мен өзім көрермендеріме Ну, айтамын. тогда мен қазір сізбен сөйлесемін, бәрін жазамын. Содан кейін сізбен бүгін егер жаңағы кісі сізге солай айтып болса, мен жазалатқыздырамын. Мен қазір кетпеңіз. Мен кетпеймін, отырмын. Қайда кетеді? Бұл сөз естігеннен кейін, қанымдар келгеннен кейін, мен келіп отқаным, мен де ашынамын. Сендер Бәйдібек министрсіңдер, осы жерге келіп отқан себепкерім. Денсаулығымды да қарау үшін қалған. Мен қайда барамын, ешқайда бармаймын. Мен сонау жерден келіп, қазір автобуспен шалдырып, әлі мен әбетінде ішкен жоқпын балам. Алқын жағдайымыз менікі. Қазір мен мына абайлармен сөйлесіп аламын, сізбен бірге жеке сөйлесемін. Бәрі бұл мәселені қараймын. Жеке емес, халқы көзінше айтың балам. Сізге айтамын, егер жаңағы сіз айтқандай, сіз бірінші топ мүгедегісіз, сіздің документім бар қолымда. онда сізді дәрігер тексеріп, ондай шешім шығарса, мен жазалаймын. Міне, құрметті көрермендерім, мүгедек, бірінші топ мүгедек адам кісіге вакцина салдыртқан, өлмейсің деп. Сонда бұл ненің дәлелі? Келешекте аяғы ауыр адамдарға да, мүгедек адамдарға да, балаларға да вакцина салыну мүмкін деген сөз. Мен сұрадым, врачымнан. Сен ертең жауап бересің бе? Мен өлшем дедім. Мамаева Гүлжан Үсенбайына, Бәйдібек ауданы, Боралдай ауылынан келіп тұрмын. Аудандық ауруханаға. Түркістан облысы, иә. Медпунктта салдым. Медпунктына жоғары Боралдай ауылынан. Бәйдібек ауданы партсезінен келіп тұрмын ғой мен. Боралдай ауылы. Апа, сұрақ, сол вакцина салып жатқанда қанша құжатқа қол қойдыңыз?
құжат бір құжатқа қол қойдым. Аха. Сол құжатымда екінші вакцина 45 күннен кейін келеді. Бірақ енді апа бір 21 нәрсені күннен кейін айтайын. емес. Жарайды. Кез келген вакцинаны салған кезде өзіңіз жас болдыңыз, бала болдыңыз, бала бақтыңыз. Дәрігер айтты ғой, 3 күнге дейін температура болады. Ол, Ол әсері. Ол вакцинаның өзінің керекті Жоқ, әсері. 3 күнге дейін су тигізбеу керек. Бірақ енді сізге жаңағы мен айтқандай, сіз өзіңіз Келмен тексеріп көрмеді. Тем более мен мүгедек адам. Сендер келесіңдер ма деп мен сұрадым врачтардан. Апа, мүгедек адамға вакцина салуға немен право? Хабарда боламыз деді. Сол ешкім келіп тексеріп врачтар келген жоқ. Вакцинаны қолдануға болады, болмайды деген жері бар ғой. Сол жерде сізге болмайды болып тұрғансың. Қалай ол сізге? Міне, Қазақстан Республикасында халықтың құқығы қалай бұзылып жатқандығын дәлелі. Апа, сіздің денсаулығыңызбен, сіздің неңізбен мүлдем вакцинация жасауға болмайды. Сізге салған адам заң алдында жауап беруі тиіс. Мен қызым, балаларым айдатпен Егер қазір үндемей қалсаңыз, ертең осы қауіп балаларға төніп тұр. Балаларымызға. Міне зағип жан, көзі көрмейді. Міне көріп отырсыздар, көзі көрмейтін бірінші топ мүгедек кісіге вакцина салған. Жоқ, аққа Құдай жақ демекші. Бұл кісілер ешқашан нетпейді, мойындамайды. Мойындамайды ғой. Жоқ дейсіз, сізге дәлелдеңіз, бүйтіңіз. Хотя олар бәрін бесік сақтай біледі ғой, қай жерде не болып жатқан, қалай не болып жатқан. Бұлардың бәрі өз қолында болғаннан кейін, бұлар Эфирді тарата отырыңыздар. Қазір мен эфирді үзем. Мүмкіншілікке орай себебі мен телефон соғуым керек, отбасылық мәселелермен. Қазір қайтадан қосылам. Себебі бұл Ержан мырзаға қоятын сұрақтарымыз өте көп. Көріп отырсыздар, қойылған сұрақтың біріне де дұрыс жауап берген жоқ.